Барлықтарыңызға сәлем қыздар, бүгін сіздерге отбасымызбен өте қатты ұнататын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрместен бұрын каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жазып көріп кеңес беремін. Сонымен рецепт бойынша біз ең алдымен құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ол үшін електен үзілген таза ұнымыздың ішіне шекерімізді, разрыхителімізді, шым тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте мұздатқыштан шыққан сары майымызбен ұнымызды араластырып, крошка жасайтын боламыз. Теркадан өткізіп, крошкамызды дайындап болған соң, жұмыртқаның сарысы мен қаймақ екеуін жақсылап араластырып, қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағат 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Сол аралықтың ішіне салатын массамызды дайындаймыз, яғни творогтың ішіне бір жұмыртқа және де шекер салып, жақсылап блендермен араластырып аламыз. Массамыз дайын болғаннан соң, тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, осындай 4-1 қалыптың ішіне бортик жасап аламыз. Қолымызбен жаю арқылы. Одан азғанда 200 граммдай алып қаламыз қамырдан. Ол әсемдік үшін қажет болады. Міне бортигімізді осылай жайып шығамыз. Оның ішіне массамызды салып, осылай жайып шығамыз. Алып қалған қамырымызды жақсылап осылай жұқалап етіп жайып, ирелек пышақпен кесіп шығамыз. Және де оны пирогтың бетіне видеодағыдай әсемдеп қойып шығамыз. Қамырларымызды әсемдеп болған соң, жұмыртқаның сарысын осылай щеткамен жағып шығамыз. Сосын үстіне күнжіт сеуіп шығамыз. Күнжіт пирогқа өте ерекше дәм береді. Әрі өте әдемі көрінеді. Күнжіттерімізді сеуіп болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп шығамыз. Міне қыздар, біздің пирогтарымыз осылай болып пісіріп шықты. Көрінісі өте ерекше, өте дәмді болып шығады қыздар. Барлықтарыңызға осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.